Сәлем достар, 10 минутта дайын болатын өте жұмсақ кекстарды дайындайтын боламыз. Кекстің құрамы небәрі 4 заттан тұрады. Ол жұмыртқа, шекер, ұн, разрыхитель, яғни қопсытқыш. Жұмыртқамызды ыдысқа салып аламыз да шекермен араластырамыз, миксермен әбден қозғаймыз. Дайын болған қамырымызды ыдыстарға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. 10 минутта дайын болатын кекс өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын!